Киіз үй жобасын жасау үшін алдымен фон таңдаймыз. Мен алдын ала дайындап қойған фонның ішінен жайлау фонын аламын. Спрайттардан киіз үйді таңдаймыз. Киіз үйдің ішінен ең алдымен бізге керегені таңдадық. Енді осыған костюм жасауымыз керек. Костюм жасау үшін біз мына жерден костюмдер бөліміне кіріп, осы жерден костюм қосу батырмасын басамыз. Сосын қалған костюмдерді қосып шығамыз. Керегені алдық. Енді есік қоюды, киіз жабу, киіз үй, уық қадау, шаңырақ, осы костюмдерді аламын. Мінекей, маған бір спрайтыма барлық костюмдер қойылды. Енді осы костюмге код қоямын. Ол үшін оқиғалар бөлімінен басылғанда, басқару бөлімінен әрқашан командасын алам. Енді бізге ақ жауын күйе ойнау керек. Ол үшін дыбыстар бөліміне барып, осы жерден дыбыс жүктеймін. Дыбыс жүктеуді басып, алдын ала мен интернеттен жүктеп қойған ақ жауын күйін ашамын. Осы жерден дыбысты баста дегенге барып, мына жерде міне ақ жауын күйі жүктелді. Егер басқа болса, басқасын таңдалады. Костюм алу үшін келбет бөлігіне барамыз. Осы жерден киімін ауыстыру командасын алып, ең бірінші бізге кереге керек. Және де оны 2 секунд дегенді өзгертеміз. 3 секунд бойы керегесін керу деген сөзді айтамыз. Ары қарай осы команданың көшірмесін жасап, келесі командаларды қоя беремін. Керегеден кейін шаңырақ. Шаңырақ, ол жерге шаңырағын көтеру деп жазамыз. Көтеру. Көшірмесін жасаймын. Шаңырақтан кейін бізге уық керек. Уық қадау, яғни уығын қадау деп жазамыз. Уық қадаудан кейін бізге есік қою керек. Есігін қою деп жазамын. Ары қарай киіз жабу керек. Және ол жерге киізін жабу деп жазамын. Киізін жабу. Соңғы команда бізде киіз үйдің өзі және киіз үй деп жазамын. Міне біздің командамыз дайын. Бастаймыз.